Тұңғышыңызды Мәдинеге ата-анасына бере аласыз ба? Иә, мен өзім атам мен әжемнің қолында өскенмін кішкентайымда. Соған қарағанда бұл дәстүрді қолдайсыз, иә? Иә. Түсінікті. Арайлым? Иә. Жалпы экстремалдық заттарға қалайсыз? Адреналин жаңағы шығару. Тағы да Экстремалды заттарға, мысалы, парашюттан секіру немесе бір мен үлкен биіктіктен жүкпен секіру қазір. Қорықпаймын. Қорықпайсыз, иә? Иә. Қатысушылардан сұраймыз ба көмек? Иә. Ал қатысушылар. Медет. Арайлым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Келгеніңізге қатты қуаныштымыз. Сізге сұрағым, жаңа ән айтып, биімен айналысасыз. Иә. Бірақ ол осы жай қызығушылық ретінде, хобби ретінде қалады ма, әлде солмен табыс тауып жүрсіз бе? Және болашақта соны дамытып, табыс табатын ойыңыз бар ма? Иә, болашақта дамытатын ойым бар. Но мен 5 жасымнан биге қатысамын. Соны дамытамын. Қазіргі таңда да, яғни сонымен Иә. табыс көзі ретінде қарасыз. Тойларға шығасыз ба деп сұрап отыр. Тойларға қазір шығып жүрген жоқпын. Альмира. Қош келдіңіз, Арайлым. Болашақта егер Мәди екеуіңізде барлығы жақсы болып жатса, жұмыс істемей үйде отыруға дайынсыз ба? Ол жағын көре жатармыз. Түсінікті. Алтынай. Қош келдіңіз, Арайлым, менің әріптесім екенсіз. Сізге бір сұрақ. Егер кейін Мәди сізге рұқсат бермей жоқ, билемейсің, және де бұл бимен айналыспайсың десе, келісесіз бе? Сонша жыл оқып, сонда келісе саласыз ба? Келісе салғанда мен өзімнің тобымды ашқым келеді. Вот солар жұмыс жасайды ғой, қыздар. Түсінікті. Жандос. Сәлем, Арайлым. Қош келдің. Саған сұрақ. Осы қалауын бағдарламасына ғашық болдыңыз ба? Сүйікті жігітіңіз деген сияқты. Қаншалықты ғашық болдыңыз? Бір көргеннен ғашық болдыңыз ба деген сияқты ғой. Ғашық болдыңыз ба бұл өмірде? Иә. Мектеп кезінде болған олай. Балалық махаббат. Иә, балалық махаббат. Және де бір көргеннен ғашық болуға қалай қарайсыз? Бір көргеннен ғашық болуға сенбеймін қатты. Ақжарқын. Қош келдіңіз, Арайлым. Қандай түс ұнайды сізге? Және де гүлдің түрін айта кетсеңіз. Маған ашық түс ұнайды. Гүлдің цветі ақ. Гүлдің түрі? Гүлдің түрі. Маған негізі гүлдер ұнамайды. Сұлтанбек. Арайлым, қош келдіңіз. Мен Мадиге айтайын дегенім. Мади орын, мына қыз енді өте керемет қыз екен. Енді екеуіңнен бір жүк көріп тұрмын. Екеуің бай ұқсап тұрсыңдар, енді келісіп. Дұрыс жағынан жақсылап қарайсың ғой деген. Әуелі танысасың, иә? Сұрақтарды қойып көмектейсіңдер сендер. Өркен сұрақ қоям дейді, иә? Арайлым, қош келдің. Микрофонды қосасыздар ма? Мен сөйлейін. Сәлем, Арайлым, қош келдің. Жақсы таңдау. Бір көргенге жарасымды жұп ретінде көруге болады. Бір сұрақ сұрайын деп едім, негізі өз басымнан да өткен. Мен қарындасым тура сіздің мамандығыңызда да, бірақ мен кезінде қарындасыма қарсы болдым осы мамандық таңдауына, бимен айналысуына. Сізде ондай қиындықтар болған жоқ па? Әкеңіздің тарапынан болса, егер қалай шештіңіз ол мәселені? Ондай қарсылық болған жоқ. Менің өзімнің анам кішкентайында билеген. Содан кейін мен әжем, апам мен анам би үйірмесіне берген 5 жасымда. Әкеңіздің яғни қайырсылығы болмады? Жоқ. Біздің үйдегілерді өнер адамдар десе де болады. Мәди, шымылдықты ашамыз ба? Иә. Шымылдықты ашайық, ендеше Goldband.
вирусная угроза была обнаружена. Жүзбе-жүз таныстыңыздар. Қош келдіңіз. Мәди, сұрақ пайда болды ма, жоқ әлде тіл байланды ма? Тіл байланылды ғой, әрқашан шымылға шылында. Сол қатысушыларға көмек сұрасам. Жарайды, қатысушылар. Әлия? Сәлеметсіз бе? Қандай жанрдағы кітап оқыған ұнатасыз және ең сүйікті кітабыңыз қандай? Мен көбінесе жұлдыздардың кітаптарын оқығанды ұнатамын. Соңғы кітабым Ләйла Сұлтанқызының кітабын оқыдым. Түсінікті. Әсия? Арайлым, қош келдіңіз. Бұл сұрақты кешеде қойған болатын. Бір келген үміткерге осы енді қыз балдар анасына жақын болып келеді. Бірақ мен апа-атамның қолында өстім деп отырсыз ғой. Өзіңіз анаңызбен сырыңызды көп бөлісіп отырасыз ба? Мысалға, дос болып бір жігітпен араласып жатсаңыз, осындай жігітпен араласып жүрмін деген сияқты. Ол маған осылай деді деген сияқты. Иә, мен сырларымның барлығын анам айтам. Тәттілер жақсы көресіз ба? Тәттілер қатты емес. Қатты емес? Анаңыздың Мәди жайлы пікір қандай ендеше? Жақсы ойда. Ұнайды яғни. Не деді барам деген кезде? Баста қарсы болды. Әрине, одан кейін шешім өзгерді. Түсінікті. Сұлтанбек? Арайлым, Мади екеумізге қоятын сұрақ, егерде Мади болашақта балалар үйінен бала асырап аламын десе, сіз соған қалай қарайсыз? Бірінші сұрақ. Екінші сұрағым, сіз ата-енемен тұруға қалай қарайсыз? Мади әке-шешесімен бірге тұрады. Қарсы емеспін ата-енеммен тұрғанға, бірақ бала асырап алуға да қарсы емеспін. Өйткені біздің алыс туысымыз бар, солының әке-шешесі қайтыс болып кетті да, қазір менің үлкен ағам бар десе де болады. Хадиша? Арайлым, қош келдіңіз. Өте сымбатты қыз екенсіз. Мәдидің талабын білесіз ғой, сіздің талабыңыз қандай? Ер азаматтың бойынан қандай қасиеттерді көргіңіз келеді болашақ жарыңыздың? Менің талабым қандай болу керек сіз үшін? Ер азамат как жігіт ретінде ер азамат болу керек, және өтірік айтпайтын, сыйлайтын, көңіл бөлетін. Назым? Арайлым, қош келдіңіз. Достарыңыз көп пе, және достарыңызбен көбіне қандай жерлерге барғанды ұнатасыз? Достарым көп. Киноға барғанды ұнатамыз. Мен өзім киноға барғанды ұнатам. Жігіт пен қыздың арасындағы достыққа сенесіз ба? Иә, сенемін. Өйткені менің дос балдарым, қыздарға қарағанда балдармен тез тіл табысып кетемін. Ал Мәди сенбейді, және де араларыңызда бәрі жақсы болып, ара қатынас пайда болса, онда шектеу қою мүмкін. Келсесіз бе? Биге ма? Жоқ, достармен араласқа. Білмеймін, көре жатармыз. Жақсы. Альбина? Кешіңіз, есімін қалдым. Арайлым. Сіз ер азаматты мақтаған дұрыс деп ойлайсыз ба, әлде ер азамат ісімен дәлелдегені дұрыс па? Іспен дәлелдегені. Ал жалпы өзіңіз мақтауды сүйесіз бе, әлде сіз елді мақтағанды жиі қолданасыз ба, өміріңізде жиі болып тұра ма? Ел мақтағанды. Сізді мақтаған ұнайды, иә? Онда Мәди сізге емес. Мәди сізге емес дейді. Неге үйтіп ойладың, Альбина? Өйткені Мәди мақтауды сүйетін ер азамат. Мәдиді мақтаумен солай жұмсауға болады. Ер азамат ретінде шалдап, сондай тек қана не емес, айқай шумен жеңу мүмкін емес. Сіз егер мақтауды сүйсеңіз, ол да мақтауды сүйсе, ертең екеуіңіз мен күштім жоқ, сен күштісің деген сияқты бір-біріңізге дәлелдеумен жүресіздер дегенім ғой енді. Негізі ондай пікірмен келіспеймін, Альбина. Өйткені алдап жұмсауға болады дегенге ше.
негізі мәселе ода емес, мәселе адамгершілікте да. Егер адам тарапынан ол мақтап, жаңа айтып отырсың, алдап деген. Ең бастысы қасындағы адамың шынайы болса, және екіншіден ол сені сыйласа, сен де оны сыйлайсың. Сол кезде қасындағы адамның сөзін құлағыңа асуға болады. Ол тек қана өтірік мақтап, өтірік болмаса да мақтап, жаңағы одан ешқандай пайда жоқ деп ойлаймын. Индира? Арайлым, қош келдіңіз. Сіз жаңағы айтып жатырсыз, отбасым өнерлі отбасы деп. Енді өнерлі отбасы болғаннан кейін көбінде үй шаруасына, тамақ істеуге уақытысы бола бермейді. Сіз ол жағынан қалайсыз? Үй шаруасына және тамақ істеу жағынан? Мен ол жағына пысықпын. Және екінші сұрағым, кейін болашақта үйленіп жатсаңыз, ауылды жерде тұрғанды қалайсыз ба, әлде қалада тұрғанды қалайсыз ба? Бәрібір. Бәрібір? Иә. Ауылға тұруға Қай жерді таңдайсыз, сол жаққа барамыз дейсіз ғой. Рахмет. Аман? Арайлым, қош келдің. Саған сұрағым, қазіргі таңда тойларда ашық-шашық билейтін би топтары және бишілерге көзқарасың қандай? Көзқарасым жақсы, бірақ қатты ашық-шашық емес, нормада. Және де қазір ол ашық-шашықтан бұрынғы әлеуметтік желілерде бір видео тарап кетті, мысалы, жалаңашта билеп жатқан кейбір сондай жалдайтын адамдар бар екен да, мысалы. Қарсымын ондайға. Болды, Аман сұрағына жауап алған. Негізі Арайлым, тәтті онша ұнатпаймын дейсіз. Бірақ қазір мен сізге тәтті ұсынсам жейтін бе едіңіз? Иә. Ендеше сондай керемет бір мүмкіндік болып тұр. Өйткені сырласу бөлмесінде біздің ресми демеушіміз Баян Сұлу кондитерлік фирмасының сіздерге дайындаған тәтті тағамдары дайын тұр. Ыстық шай да бар. Мәди, өзің шешесің енді сырласу бөлмесіне барып, тәтті тағамдарды жеп, Баян Сұлудың өнімдерін жей отыра әңгімелесуге ниетің бар ма жалпы? Иә, сырласу бөлмесіне барып, тәтті түсініп көрейін. Жақсы, ендеше шығарып салайық. Таныстықтар басталды. Қазір біраз әңгімелессін, шай ішсін, кәмпит жесін дегендей тәтті әңгіме құрып, бағдарлама барысында ортаға шығып өз жауаптарын береді. Ал біз әзірге бағдарламамызды жалғастырамыз.